Он Сақинаның Темір адаммен тығыз байланысы бар. Ойым алғаш рет 2008 жылы Темір адам фильмінде пайда болды. Ауғанстандағы Абадай Эстейннің бұйрығымен Тони Старкты ұрлап әкетті. Старкты қолға түсірген соң, олар өзінің бағалы Эрихон зымыранын жинауға мәжбүрледі. Десе де, данышпан, миллиардер, филантроп, қамаудағы әріптесі Хо Йенсеннің көмегімен Темір адам костюмын құрастыру арқылы қарақшылардан айласын асырды. Бірақ, Он Сақина мен Старк арасындағы соғыс әлі аяқталған жоқ. Ойым жасырын сахна артында Он Сақина көшбасшысы ретінде Тревор Слаттари қойылды. Marvel Studios'ның көптеген жобалары әйтеуір дәрігер Стрэндждің сиквеліне қосылады деп күтілуде. Шанг-Чи және Он Сақина туралы аңыз, азиялық суперқаһарман туралы алғашқы Marvel фильмі жарыққа шықты. Әсерлі фильм актерлік топтың басын қосып қана қоймай, Қытай киносының дәстүрін шебер бейнелеген. Шанг-Чи Сан-Францискодағы қонақ үйдің автотұрағында жұмыс істейді. Досы Кетти мен түнде караокеде ән айтады және ешқандай жоспар құрмайды. Кенет ол Қытайда қалған қарындасы Сиалинен ашық хат алады. Сол күні Шанг-Чи мен Кеттиге жалдамалық қарақшылар шабуыл жасайды. Бұзақылар Шанг-Чиге анасы Цянли берген әшекей бұйымдарын ғана алады. Өткен өмірден алып қарасақ, Вэн Ву ақыр замандағы жұмақ сиқырлы тайпаның тумасы Цянлиге ғашық болды. Анасы Шанг-Чи мен Сиалингті дүниеге әкеліп қаза болды. Олар балалық шақты тек әкесімен өткізеді. Осыдан кейін Вэн Ву ақыры жерасты әлеміне қосылды. Ал Шанг-Чи олай жасамай, үйінен қашып кетті. Вэн Ву Цянлидің жанын тұтқында ұстаған қамалды бұзып, 10 жылдан кейін қайта қосыламын деп ойлады. Бірақ Шанг-Чи мен Сиалин әлі күнге дейін әкесіне де, анасының жаны туралы аңызға да сенбейді. Шанг-Чидің кек алушыларға ешқандай қатысы жоқ болса да, оның жеке шытырман оқиғасы әртүрлі сілтемелерге толы. Соның ішінде Танустың суреті, Қара жесірдің камеосы және тағы да басқа. Сонымен қатар фильм Темір адам оқиғасы Он Сақинаның шешілмеген сюжетімен Тревор Слаттари атты кейіпкерге негізделген. Төртінші фазаның негізгі мақсаты жаңа кек алушылар командасын құру. Кек алушылар ойының соңында жердің ең құдіретті қаһармандары үшін қайталанбас соңғы шайқас болды. Фильмде кіші Роберт Даунидің Темір адамы және Скарлетт Йохансонның Қара жесірі ерлікпен қайтыс болды. Крис Эванстың Капитан Америкасы өткен жылдармен өмір сүруге шешім қабылдады. Қалған кек алушылар Крис Хемсворт пен Марк Руффалоның фильмі өз жолымен кеткендей болды. Дегенмен, фильмдегі оқиғаларға байланысты Marvel жерді қорғау үшін жаңа суперқаһарман командасын баяу құрастырады. Жанкүйерлер ескі және жаңа кейіпкерлердің ішінен кек алушылардың көшбасшысы ретінде кім болатынын тағатсыздана күтуде. Дәрігер Стрэндж Саңтур мен уақыттасына қамқоршы болады. Капитан Марвел бүкіл галактиканы қорғаумен айналысады. Сэм Капитан Американың мантиясын қабылдайды. Ал Шанг-Чи кек алушыларды басқаруға лайықты ма? Вэн Ву Шанг-Чиді қызыл бөлмедегі Наташаның балалық шағы секілді бала кезінен өлтіруші болуға үйретті. Наташа әрқашан Стив пен Тони қалдырған бос орынды толтыра алатындай. Олар төбелескен кезде немесе желіде тыс жерде Шанг-Чи әрқашан кек алушыларды басқаруға дайын. Шанг-Чи да өз өмірін сенімді түрде менмендікке жол бермейді. Бұл ерекше қасиет келесі команда үшін маңызды. Стивтің жүрегі кең, Америкаға деген патриоттық сезімі басым болды. Бірақ оған сенімділік жетіспеді. Көбінесе қиын жауапкершілікке тап болып жатады. Ал Тони болса өзін өзі мақтап тұратын, әсіресе сапарының басына өзіне сенімді болады. Шанг-Чи өзімен бірге кез келген кек алушының сенімін оята алатындай рух бар. Қарапайым тілмен айтқанда, Шанг-Чидің жүрегі таза, ешқандай арам ниеті жоқ, жүрегі ашық болғандықтан халқының жауынгерлік өнерін тез меңгерген. Қарапайым өмір сүрсе де, ол бақытты және білім алып, жұмыс істеп, достар тауып, жаман емес, жақсы адам болуға ұмтылады. Соңғы күресте дәлелдегендей, оны терең суға батырып, шайқасты жалғастыру үшін тылсым күш оятты. Ол өзінің жігері мен табандылығының арқасында команданы жеңе алды. Тіпті жеңеске деген сенімі ең қорқынышты шайқастарға дейін апара алады. Анасы оған жас кезінде үнемі айтқандай, Шанг-Чиде ұлы қорғаушы Айдаһардың жүрегі бар. Бұл әкесімен соғысқаннан кейін көлге батып бара жатқанда су астында есін жиып, ұлы қорғаушыны шақырған кезде дәлелдеген.
Өлер алдында әкесі Венву ұлын жаңа қырынан көріп, оған барлық сақиналарды сыйға тартады. Тревор Слаттари алғаш рет Темір адамның 3-ші фильмінде жалған мандаринге еліктеді. Тревор әдетте сыра мен футболды жақсы көретін лондондық театр актері екені анықталды. 4 дүркін Оскар сыйлығына үміткер болып, Ганди рөлін сомдаған үшін олардың біреуін жеңіп алғанына қарамастан, Бен Кингсли экраннан тыс ең қызықты актерлардың бірі болды. Креттенің айтуынша, Кингслиге қоңырау шалып, Тревор рөліне қайта оралуын сұрады. Әңгімелесу кезінде актерға, олар сенің осы фильмде болғаныңды қалайды деген екен. Сонда Тревор, олар менің қатысуымды қалайды ма, қашан бастаймыз деп 2 минутқа созылған қоңырауды үзеді. Аквафина ойнаған Кети керемет күші жоқ қарапайым қыз. Тордағы Дарси Льюистің аналогы. Бірақ кейіпкерді жақын еткен Аквафинаның комедиялық талант емес. Финалға жақындаған сайын сюжет үшін өте маңызды болып шығады. Аквафина Кетидің өз күші немесе сақинасы болмаса да садақ атуды хоббидің озық маман етіп таңдады. Аквафинаның айтуынша, актриса сахнаға дайындалу үшін садақ атуды үйренген. Ешқандай ауқымды дайындықтан өтпегеніне қарамастан, Кети соңғы шайқаста садақ пен жебеден озып шықты. Орта есеппен ол келесі шатырман оқиғада Шанг-Чимен қосылуға дайын. Эдвард Нортон Брюс Беннер рөлін сомдаған фильмде Эмиль Блонский халықпен бәсекелесе алатындай күшті болу үшін көбірек гамма қуатын іздеп өзгеріске ұшырады. Бұл оқиға шамамен 13 жыл бұрын болды. Шанг-Чи мен оның досы Кети ақыры Сиалейнде алтын қанжарлар клубы деп аталатын жерасты жекпе-жегін жүргізіп жатқанын көреді. Шанг-Чи рингте жекпе-жекке шықпай тұрып, мистикалық өнер шебері Вонг пен Жексорының төбелесіне куә болады. Алайда, олардың жекпе-жегі аяқталып, Вонг жеңіске жеткенде, екеуі де бір-біріне өте мейірімді болып көрінеді. Шамасы олар бұған дейін де төбелесіп жаттыққан сияқты. Тіпті Вонг портал арқылы рафтағы ұяшыққа барғанда, оның иығын қалай сезінгенін сұрайды. Тим Рут Ши-Халк фильміндегі Жексорын рөлін қайталайды. Мұнда Эмиль Блонский Брюс Беннерге қарсы реванш өткізіп, оның орнына Дженнифер Уолтерс жеңілуі мүмкін. Сериалда Вонгтың неліктен оны жасырын тордағы матчтар үшін түрмеден шығарған түсіндіреді. Бірақ найзағайлар немесе қараңғы кегелушылар тобы жиналғанша, Жексорын, Барон Зема немесе Валентинаның көмегімен әлемге қауіп төндіреді. Венву өзінің күшін мыңдаған жылдар бұрын адамнан тыс қабілеттермен ұзақ өмір сыйлаған 10 сақинаны тапқаннан кейін құрды. Оның ұйымы сиқырлы қарудың атымен аталып, ғасырлар бойы ықпалын таратқан. Ұйым әртүрлі жолмен жұмыс істеп, озық технологиялармен қару-жараққа қол жеткізіп келді. Ұйымның аты аңызға айналған өлмес қолбасшысы Венву ақыры өз шегіне жетті. Алайда 10 сақинаның тарихы әлі аяқталмайды. Фильмнің посткредиттік көрінісі Сиалин әкесінің империясын бақылауға алады. Соғыс сауыты 10 сақина үшін тамаша қайтарым болар еді. Соғыс сауыты Тони Старктың қару-жарақтары дұрыс емес қолдарға түсіп кетуіне қатысты алаңдаушылық төңірегінде болады. Алайда кек алушылар ойының соңы фильмінде Тони Старктың қайғылы тағдырын ескерсек, оның орнына Дон Чидлдің соғыс машинасы темір адамның жолын жалғайды. Сериал бұрынғы темір адам актерларына ерекше мүмкіндіктер бере алады. Мысалы, Джастин Хаммердің құрыш соғыстарына қатысуы Сэм Роквеллдің шоуға қайта оралуына тағы да мүмкіндік береді. Кез келген топ Тони Старктың өлімін пайдаланып, оның технологиясын ұрлағысы келсе, онда бұл 10 сақина болар еді. Өйткені Сиалингтің 10 сақина тобы қол қосырып қарап отырған жоқ. Роди технологиясын сақтай отырып, досының естелігімен мұрасын құрметтеуге мүмкіндігі бар. Тони Леонг туған жері Гонконгта толыққанды кино жұлдызы, махаббатқа арналған көңіл күй және тозақ істері романтикалық классика арқылы танымал болған. Дегенмен Тони осы уақытқа дейін Голливудтың ірі фильміне түспеген. Шанг-Чи Тони ойнаған алғашқы Голливуд фильмі және бұл үшін Кевин Файгидан артық ешкім алғыс айта алмады. Marvel продюсері бізді таңдаған үшін бақытты сезінеді деп түсіндірді. Кевиннің актерға таңғалғаны сонша, Файги Леонгпен алғаш кездескен кезде сөйлей алмай қалған. Тіпті Кевин актерді аспаннан түскен басқа әлемнің жұлдызы деп атаған. Танос пен Локидан басқа Marvel әрқашан әсерлі, есте қаларлық зұлымдарды жазумен айналысты. Ал Венву солардың бірі. Шанг-Чиде Венву зұлым емес, сонымен бірге өткен өміріне қайғылы кезеңдері бар. Сценарист Каллахам Венвуды сипаттап жазар кезде қиынға соққан. Жазушы Венвудың жанашырлық пен зұлым антагонист арасындағы тепе-теңдікті табу қиын деп ойлады. Шанг-Чи көптеген себептерге байланысты әкесіне өшпенділікпен қарайды. Оның суперзұлымдық әрекеттері олардың арасындағы келіспеушіліктің маңызды бөлігі болып табылады. Шанг-Чи бала кезден бастап өткерген азапты жаттығуларға қатты ренжіген. Мандарин өзінің күшті қаруын мыңдаған жылдар бұрын тапқан.
Содан кейін он сақина ұйымын құрды және ғасырлар бойы патшалықты жаулап, үкіметтерді құлатып келген. Мәңгіліктердің тарихында мандариннің кейбір қатыгез әрекеттеріне куә болуы әбден мүмкін. Әрине, мәңгіліктер аспандықтардың үкімін ескере отырып, іс жүзінде мандариннің соғысына араласа алмады. Венвуге оралу үшін оның айқын жолы флешбекті пайдалану. Кейіпкердің тарихында көптеген оқиға бар және оның көп бөлігін бірінші фильмге дейін болған көріністер арқылы ашуға болады. Осындай сюжеттік бұрылыстар орын алса, жазушылар әңгіме шегінде жұмыс істеудің логикалық әдісін таба алатынына сенімдімін. Вонг, Шанг-Чи, Кети достармен өткізіп жатқан кешкі әңгімені үзіп, екі кейіпкерден өзімен бірге жүруді сұрайды. Сөйтіп Вонг Нью-Йорк қаласындағы дәрігер Стрэндждің санктур бөлмесінде сөйлеседі. Олар он сақинаның голограммалық дисплейіне қарап жатыр. Ал Вонг олардың шығу тегін анықтауға тырысады. Содан кейін біз он сақинаны тексеруге тағы кім қатысатынын көреміз. Marvel сценарийде болу керек маңызды сәттерін актерлардан жасырды. Жұлдыздар соңғы түсірілім күніне дейін посткредиттік сахна туралы ештеңе білмеген. Соңғы сахнада Капитан Марвел мен Брюс Беннер күтпеген жерден тап болады. Брюс Беннер голограмма арқылы пайда болады, бірақ ол адам кейпінде. Оның қасында Капитан Марвел қосылады. Брюс оларды құшақ жая қарсы алып, Шанг-Чидің кек екенін айтады. Ал Кэрол Денверс оған қолдау көрсетті. Кэролдың айтуынша, он сақина бұрын соңды көрген бөтен технологияға ұқсамайды. Венву он сақинаны шамамен 1000 жыл бойы сақтағанын айтады. Бірақ Беннер сақиналардың одан да ескі екенін айтты. Голограмма он сақина шығаратын қандайды бір шамшырақ байқалады. Олардан әлде бір хабар сияқты үзік-үзік гуілді дыбыс естиді. Шанг-Чи хабардың қайда бара жатқанын сұрағанда, Капитан Марвелге кенеттен қоңырау соғып, асығыс кетуге тура келді. Беннер кетер алдында, балалар, аман болыңдар, циркке қош келдіңдер дейді. Содан кейін Вонг пен екі кейіпкеріміз жеке караоке бөлмесіне көңіл көтереді. Ақырында бұл көрініс бізге он сақинаның ішкі маяк арқылы кіммен байланысуға тырысады деген жауапсыз сұрақты қалдырады. Бұл сұраққа жауап беру қиын. Өйткені Marvel кино әлемінің он сақинасы комикстағы он сақинадан әлде қайда өзгеше жұмыс істейді. Комикстарда он сақина мандариннің саусақтарына тағылады және олардың әрқайсысы шексіздік тастардан еш айырмашылығы жоқ. Мәңгіліктер фильмі ғарыштық қаһармандар ансамблінің жер бетінде болғанына 7000 жылдан астам уақыт өткенін ұмытпайық. Мүмкін, бұл артефактілердің мәңгіліктермен байланысы бар шығар. Соңғы сахна аяқталған соң профессор Халк қайда кетті? Кек алушылар ойының соңы фильмінде Брюс Беннердің миы Халктың денесімен бірікті. Бірақ мына көріністе Брюс өзінің адам кейпіне қайта оралды. Тор Рагнарёктың басында Брюс бақылауды өз қолына алғаннан кейін кек алушылар шексіздік соғысында Таностан аяусыз таяқ жеген соң Халк шегіне жете бастады. Халктың ең үлкен өзгерісі кек алушылар ойының соңына болған жоқ. Танос әлемді күлге айналдырған соң 5 жылда Брюс өзімен Халкты бір тұлғаға біріктіру үшін күш салды. Ақылды Халктың соғыстан кейінгі болашағы белгісіз болды. Өйткені ол шексіздік тастарын қолданғаннан кейін қолына тұрақты зақым келтірді. Брюс туралы тағы бір айта кететін жайт. Ол әлі күнге дейін қолына итарға тағып жүр. Кек алушылар ойының соңы фильмінде Тони Старктың желеу рәсімінде профессор Халк формасында болғанда итарға тағып алған еді. Фильм режиссері Джо Руссо былай деп түсіндірді. Ол бір қолынан айырылып, Наташаны жоғалтты, әрі қолына зақым келтірді. Таносты әлемді күлге айналдырғанда қолына ауыр зақым келтірген. Бұл жара қалпына келмейді. Байқасаңыздар, оның қолы қара болып кеткен. Демек, ол жерде көп күш жоғалтты. Бәлкім, профессор Халк өзінің қолын емдеу үшін Брюс Беннерге қайта оралған шығар. Өйткені Халкқа хирургиялық операция жасау мүмкін емес. Шанг-Чи жасырын күресіп жатқанда дәрігер Стрэндж қайда болды? Неліктен Вонг жалғыз өзі он сақинаға қатысты тергеуге жетекшілік етті? Дәрігер Стрэндж өрмекші адам үйге жол жоқ фильміндегі Питер Паркердің мәселесімен айналысып, Стрэндж сиқыр жасаған кезде орын алуы мүмкін. Дәрігер Стрэндж сиквелі 4-ші фаза үшін байланыстырушы фильм болады. Өрмекші адам үйге жол жоқ фильмінде мульти әлемнің апатына тап болып, Питер шытырман оқиғасына тойтарыс береді. Осылайша таспаны Вонг арқылы Шанг-Чимен байланыстырады. Мультиәлем Таностың шайқасынан да жаман салдарға әкелуі мүмкін. Студияның бұл тұрғыда мүмкіндіктері шексіз, және дәл қазір бізді не күтіп тұрған болжау қиын. Шанг-Чи тікелей жалғасы жаңа әлемнің есігін ашып қана қоймай, сонымен қатар азиялық өкілдің аты аңызға айналған мандарин тілін дұрыс сипаттау сияқты алдыңғы бөлімдегі бірнеше кемшіліктерді түзетті. Фильмнің режиссері Дастин Даниэль Кретонға батылдық жетіспейтіні сөзсіз. Ол американдық супер қаһарманда кино мен кейбір анимелерді еске түсіретін әсерлі саланы біріктіре алды.
Жазушылар бұл әңгімеде бірнеше тақырыпты шебер үйлестіре білген. Ұрпақ жолын жалғастыру, Азияда кең таралған мәдениет, үлкенді сыйлау, қиындықтарды жеңу, махаббатқа адал болу және олардың күшті жақтарын сезіну. Қақтығыс түсінікті және қарапайым эмоцияларға негізделген, ауырсыну, реніш және сенімсіздік. Келешекте Шанг-Чи жетістікке жеткенде, көрермен оны нағыз кек алушы ретінде көреді. Oh my god.